Бұл ел кімге керек негізінде? Бұл ел бізге ғана керек. Оны біз мойындауымыз керек, иә? Ең алғашқы осы елдің азаматтарына ғана керек. Ол басқа ешкімге керек емес. Бізде басқа отан жоқ, Қазақстаннан басқа. Біздің басар жеріміз, басар тауымыз, барар жеріміз жоқ басқа Қазақстаннан басқа. Ертең қандай жағдайға душар боламыз біз? Біз қазір енді мына 4-5 жылда, 2-3 жылда, тіпті 2-3 жылда қазір алдымызда келе жатқан жанталасып бүкіл күш қуатымызды, бүкіл өмірімізді, бүкіл тіпті қауіпсіздігімізді осы жолда, осы күресте сарп етпесек, мемлекеттігіміз үшін, өзіміздің еліміз үшін, расын айтам, бәр нәрсе сатылды ғой енді. Қазақстанның жерінде, мұнайында, астындағы байлығы да, үстіндегі байлығын да сатты ғой енді. Енді жерді беріп жатқанда, енді мысалы бізге жаңағыдай бүкіл қаншама бәлен 52 заводын кіргізіп қойды. Енді біздің патриоттарымызды қамап жатқанда, әрі қарай өздерінікін істейміз деп, өзіміздің қойған адамымызды билікке қоямыз деп, әрі қарай осы Қытай экспансиясының, орыс экспансиясының жаңағы саясатын жалғастыра беретін болса, біз тез арада мемлекетімізден айырылу қаупі өте үлкен. Біз қалай қорықпаймыз содан, халқым, қалай қорықпаймыз біз одан? Ол деген ең үлкен қорқыныш қой өмірде болатын. Енді үйде қорқып отыра беретін болсақ, біз елімізді жоғалтамыз. Елден айырылу, өзіңнің тәуелсіздігінен айырылу, өзіңнің толық территорияңнан айырылу, өзіңнің еліңе билік жүргізуден айырылу, ол өте қиын нәрсе. Белсенділер бар ғой, мен оларға айтарым, сіздер өмірде бәрін қайтаруға болады. Өмірде әрқашанда екіншіде, үшіншіде көптеген шанстарда болады. Өзіңнің жеке басыңа келген кезде, жеке басыңа қатысты ол бизнесіңді де қайтарып аласың, жеке өміріңді де түзеп аласың. Адам да жетеді, бұл өмірде ақша да жетеді, бәрі жетеді, бірақ отан қайтып келмейді. Отаныңнан айырылсаң, сен мәңгі айырыласың, мәңгі сен опасыз боласың расымен. Біздің болашағымыз, балаларымыз мысалы, дүниеге келетін балаларымыз отар елде, Қытайдың отар елінде, не орысқа отар облыста туса, қалай біз өмір сүреміз сондай? Ойлаңыздаршы өздеріңіз. Біздің жігіттеріміз қорықпай, батырлықтарымен түрмеге кетіп жатыр ғой, олар өздерінің өмірін қиып жатыр, иә, үлкен құрбан деп айтсам болады. Олар сол құрбанға барып жатыр, сол құрбандықты шалып жатыр, өздерінің өмірін, өздерінің тәнін, денсаулығын бәрін беріп жатыр осы жолда. Ал енді біз оларды сондай қадамға барған азаматтарымызды біз қорғай алмасақ, біз онда олар үшін бір ауыз сөз айта алмасақ, біз онда кімбіз? Кімбіз біз онда? Біз сонда қалай қорықпаймыз? Ертең бұл ең белсенді деген адамдарды қамап, ары қарай өздерінің саясаттарын қалай жасаймыз деді, сөйтіп жасап, біздің еліміз тәуелсіздігінен айырылса, біз сонда қалай боламыз, кім боламыз сонда біз? Ол біздің үндеместігімізден, қорқынышымыздан болады, басқа ештеңеден болмайды. Білесіздер ме, бізде бірақ проблема бар, негізінде бірақ проблема бар, ол біздің халықтың қорқынышы, одан басқа проблема жоқ. Халық қорқынышын жеңген күні бәрі бір сәтте шешіледі. Білесіздер ме соны? Бір сәтте шешіледі ол. 1 миллион, 2 миллион халық өзінің 18 миллион халықтың ішінен 1-2 миллион халық қорқынышын жеңсе, біздің бүкіл проблема шешілер еді. Біздің барлық жаңағы елімізді жоғалту қорқынышы да, қаупі да шешілер еді. Біздің жаңағы азаматтарымызды түрмеден шығару мәселесі де шешілер еді. Барлық мәселе шешілер еді, рас қой? Рас. Бұл расымен де нағыз күрес. Біздің еліміздің болашағы үшін, біздің еліміздің тәуелсіздігін жоғалтып алмауымыз үшін біз оны түсінуіміз керек. Айтамын, мысалы, ойланыңыздар, әсіресе ер азаматтар, ер жігіттер, сіздер қалай отырсыздар? Мен оны мүлдем түсінбеймін. Мысалы, қаншама келіншектер белсенді болып жатыр, иә? Қаншама қыздар қорықпай шығып жатыр. Сонда қалай сіздер жігіттер отырасыздар? Елдеріңіз сатылып жатқанда, ертең мысалы қыздарыңыз Қытайға шықса, немесе тағы басқа бір нәрселерді көріп, сіздер сонымен мысалы соған мойынсынасыздар ма сондай болашаққа? Құлдық болашаққа, намыссыз болашаққа, өзіміздің болмысымызды, елімізді, тәуелсіздігімізді жоғалтқан болашаққа сіздер мойынсына аласыздар ма? Бізде түсінесіздер ма, қазір таңдау тұр да, осы алғашқы, осы алдымыздағы 2-3 жылда бізде өте үлкен таңдау тұр. Сол бізде үндемей бодан болу таңдау тұр. Ал екіншісі жаңағыдай бір тәуекелге барып, бір өзіңнің қорқынышыңды жеңіп, өзіңнің бүкіл жүрегіңдегі жаңағы намысыңды, өзіңнің бүкіл бар болмысыңдағы батылдығыңды жиып алып, қарсы тұру. Ол қарсы тұру дегенде де бейбіт қарсы тұру, бейбіт шығу, бейбіт пікір білдіру. Біз соған да бара алмасақ, онда біз қандаймыз? Біз қандаймыз онда? Бірнеше адамға үміт артып отырған ол ақымақтық. Оларды қамай салады, көріп отырсыздар ғой, қалай қамап жатқан. Қамай салады бәрімізді. Ол проблема емес оларға. Мен өмірімді аяп, өзімнің бостандығымды аяймын әрине, бірақ мен одан гөрі, мен оны ғана аяп жатқан жоқпын. Бірақ оның бекер кеткенін қаламаймын да, түсінесіздер ғой, иә? Мен ертең жарайды қамасын, мен оны өзімнің өмірімді де аямас едім, бірнеше жыл өмірімді де аямас едім, бірақ ол бекер болса, онда ол аянышты. Одан нәтиже шықпаса, ол бекер болса, сонда ол аянышты. Түсінесіздер ма, халқым? Түсінесіздер ма? Біз интернетте ештеңе қорғап қала алмаймыз.
біз расымен де мығым болып бірлігіміз жарасып, заңды құқықтарымызды қолдауымыз керек, эфирге шығуымыз керек, жаңағы бейбіт кездесуіміз керек, өзара шығып, бейбіт шеруге шығуымыз керек. Біздің ол хақымыз, толық хақымыз 32-ші бапта ашыңыздар Конституциядағы. Одан қорықпаңыздар. Менің айтайын дегенім сол, бүгін жақсылық тілеймін барлықтарыңызға. Мен сіздерді бағалаймын, және бәрібір де біздің бірлігімізге, біздің елдігімізге сенемін. Біздің азаматтығымызға сенемін. Соны біліңіздер, халқым. Аман